Нұрсұлтан Назарбаев жайлы жедел мәлімдеме. Сәлеметсіздер ме қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басын ұнатпаңыз. Назарбаевтың ескерткіштерін алып тастау керек. Болат Абилов. Қазақстандық кәсіпкер саясаткер Болат Абилов тұңғыш президентке қойылған ескерткіштердің бәрін алып тастауды ұсынды. Қоғам қайраткері Заманбек Нұрқадиловтың құрметі ескерткіш орнатылатыны белгілі болды. Саяси тұлғаның 80 жылдығына орай берілген аста меценат Болат Абилов сөз сөйлеп, бұл бастамаға қолдауын білдірді. Одан бөлек тұңғыш президентке орнатылған ескерткіштерді алып тастау керектігін айтты. Заманбек Нұрқадиловке ескерткіш қойылатынын естіп, шын қуандық, өте жақсы жаңалық. Енді Нұрсұлтан Назарбаевқа қойылған ескерткіштердің бәрін сүріп тастауды ұсынамын. Олардың орнына Дәрхмұхамед Қонаев, Заманбек Нұрқадилов, Алтынбек Сәрсенбаев секілді еліне шын еңбегі сіңген азаматтарға, алашолдықтарға ескерткіш орнатайық. Тарихта өмірде ешкім алдай алмайды. Ондаған жыл бұрын ғана ел білген Ленин, Сталиннің ескерткіштері қазір қоқыста жатыр. Назарбаевтың да ескерткіштерін сондай тағдыр күтіп тұр, дейді Болат Абилов. Видеомыз кеңінен таралып қажетті жерге жету үшін видеомызға лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Басқа да жаңалықтарды білгіңіз келсе, арнамызды бақылауды жалғастырыңыз.